Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Сатпаев атындағы орта мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жұмағұлова Әйгерім Асхатқызы. Сабағымыздың тақырыбы қазақтың тұңғыш жиһан кезі. Осы тақырып бойынша қол жеткізетін мақсатымыз: бірінші, тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Екінші мақсатымыз төл сөздің тыныс белгілері. Мақсатқа жету үшін иллюстрациялар мен тірек сөздер арқылы тақырыпты ашамыз. Төл сөзге байланысты тапсырмаларды орындау арқылы тыныс белгіні дұрыс қоюды үйренеміз. Сіздерге мынандай сұрақ, балалар: қазақтың тұңғыш жиһан кезі дегеніміз кім? Қазір сіздермен осы сұрақ төңірегінде иллюстрациялар арқылы жауап беретін боламыз. Әрине, қазақтың тұңғыш жиһан кезі Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Азан шақырып қойған есімі Мұхаммед. Екінші суретіміз Құсмұрын бекінісі. Шоқанның балалық шағы өскен Құсмұрын бекінісі қазіргі Қостанай облысы Әулиекөл ауданында орналасқан. Шоқан алғашқы діни білімін осы Құсмұрын бекінісінде оқиды. Бастауыш сыныпты да осы жерде бітіріп, араб, парсы, шағатай тілдерін үйреніп шығады. Келесі суретіміз Абылай хан. Шоқанның ата-бабалары атақты сұлтандар әулетіне жатады. Оның арғы бабасы Абылай хан 17 ғасырдағы айбынды қазақ билеушілерінің бірі болған. Яғни Шоқан Абылай ханның шөбересі. Келесі суретіміз Сібір кадет корпусы. Шоқан Омбыдағы қазақ әскери училищеге түседі. Оны өте жоғары деңгейде бітіріп, қазақ әскери училищесін орыс армиясының жоғарғы әскери шен полковник атағын алады. Және Қазақстандағы басқару аппаратында бірсыпыра жауапты қызметтер атқарады. Шоқанның Шоқан болып қалыптасуына әсер еткен осы Сібір кадет корпусы. 47 жылы 12 жасар Шоқанды әкесі сол кездегі ең таңдаулы оқу орындарының бірі Сібір кадет корпусына оқуға орналастырады. Шоқанның бүкіл келешегі ғылым мен өнер жолындағы таланттың ашуда бұл оқу орнының маңызы ерекше болды. Мұнда жабық әскери оқу орны болғанымен көптеген пәндер әскери сабақтарға қоса оқыды. Шоқанның орысша үйреніп, орыс тілін өздігінен білім алуы да осы итермеледі. Орыс достары Достоевский, Потанин, Березиндер арқылы да Шоқан көптеген ғылыми жаңалықтар ашты. Келесі тапсырмамыз сіздерге, балалар: тірек сөздер арқылы Шоқан Уәлихановты жан-жақты зерттейтін боламыз. Бірінші тірек сөзіміз Мұхаммед Ханафия. Яғни біз бірінші мақсатымыз бойынша жұмыс жасаймыз. Шоқанның азан шақырып қойған есімі. Шоқаным, Шоқан деп әжесі Айғанымның еркелетуімен Шоқан атанып кетті. Екінші тірек сөзіміз Сібір кадет корпусы. Яғни Шоқанның Шоқан болып қалыптасуының негізгі баспалдағы осы Сібір кадет корпусы. Келесі тірек сөзіміз Қашқария сапары. Шоқан жиһанкез, ол көптеген сапарлар жасады. Соның ішіндегі ең үлкен, ең ауқымды сапары осы Қашқария сапары болып есептелінеді. Манас жыры, Қозы-көрпеш баян сұлу жыры. Бұл тірек сөз арқылы біз Шоқан бала кезінен жырға, әдебиетке сусындап өскен болатын. Әжесі Айғанымның ертегі жырларын тыңдап өскен Шоқан бала кезінен әдебиетке құмар болды. Қырғыздың Манас жырын аудару арқылы және қазақтың Қозы-көрпеш баян сұлу жырын ең алғаш қағаз бетіне түсірген ғалым. Орыс географиялық қоғамның мүшесі. Әртүрлі экспедицияларға, зерттеулерге қатысқан Шоқанды Орыс географиялық қоғамына мүшелікке қабылдайды. Потанин, Семенов, Тянь-Шанский сияқты ғалымдармен бірлесе әртүрлі зерттеу жұмыстарын жасайды. Суретші. Шоқан бала күннен бастап сурет салуға өте құмар болады. Кадет корпусына түспей тұрып-ақ оның бірнеше таңдаулы суреттері болды. Шоқанның 150-ден астам таңдаулы суреттері сақталған. Құсмұрын бекінісінде дүниеге келіп, Алтынемел баурайында Шоқан Уәлихановымыз ауыр науқастан 1865 жылы қаза болады. Бірінші мақсатымыз бойынша, балалар, тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы мәтінді болжадық деп ойлаймын. Келесі мақсатымыз төл сөздің тыныс белгілері.
төл сөздің тыныс белгілері 4 жол арқылы жасалады. Бірінші жолы төл сөз автор сөзінен бұрын орналасса, яғни төл сөз сөйлемнің басында келсе. Төл сөзден тырнақшаға алынады, үтір сызықша қойылып, автор сөзі жазылады. Сызбаға назар аударыңыздар. Мысалы, тоқта, тоқта, басқа күй тарт, деді Шыңғыс хан қожаға. Екінші жолы төл сөз автор сөзінен кейін тұрса, сызбаға назар аударамыз. Бірінші автор сөзі қос нүкте тырнақша ашылады, төл сөз жазылады. Мысалы, Шыңғыс хан қожаға былай деді: тоқта, тоқта, басқа күй тарт. Демек, бұл жерде төл сөз автор сөзінен кейін. Үшінші жолы төл сөз автор сөзінің арасына орналасқан жағдайда сызбаға назар аударамыз. Бірінші автор сөзі қос нүктеге кетеді, тырнақша ашылып төл сөз жазылады, сызықша қойылып, қайтадан автор сөзі жазылады. Мысалы, Шыңғыс, тоқта, тоқта, басқа күй тарт, деді хан қожаға. Төртінші жолы автор сөзі төл сөздің арасына орналасты. Төл сөз жазылады, тырнақшаға алынып, автор сөзінің екі жағынан үтір, екі жағынан сызықшамен белгіленетін болады. Мысалы, тоқта, тоқта, деді Шыңғыс хан қожаға, басқа күй тарт. Сіздерге балалар төл сөздің тыныс белгілері мен таныс болдыңыздар. Енді қазір мына тапсырманы орындап көрейік. Шоқан туралы естеліктер. Шоқан туралы көптеген естеліктер сақталған. Қазір сіздерге соның бірнешеуін беремін. Бірақ та тыныс белгісі қойылмаған. Өздеріңіз ойша қойып көресіздер. Одан кейін менің нұсқаммен бірге салыстырасыздар. Бірінші сөйлеміміз: Шоқанның ұлылығы соншама, біз оны енді ғана толық түсіне бастағандаймыз. Ғабит Мүсірепов. Менікімен тексереміз. Шоқанның ұлылығы соншама, біз оны енді ғана толық түсіне бастағандаймыз, деді Ғабит Мүсірепов. Бұл жерде төл сөз сөйлемнің басында келіп тұр. Екінші сөйлеміміз: Семенов Тянь-Шанскийді ұлттық аймақтардың ішінде ең оқыған білімді адамдардың бірі еді. Мұқият қараймыз. Қандай тыныс белгілері жетіспейді? Енді менікімен салыстырамыз. Семенов Тянь-Шанский қос нүкте ұлттық аймақтардың ішінде ең оқыған білімді адамдардың бірі еді. Бұл жерде автор сөзінен кейін орналасып тұр. Және үшінші сөйлеміміз: Европаға ашқан терезе сықылды болды, деп жазады Потанин. Қандай тыныс белгілері жетіспейді, назар аударамыз және тексереміз. Европаға ашқан терезе сықылды болды, деп жазады Потанин. Бұл жерде де төл сөз сөйлемнің басында кездесіп тұр. Сіздерге бұл тапсырма оңай болды деп ойлаймын, балалар. Сіздерге үйге мынандай тапсырма: қазақ отбасындағы әже тәрбиесі тақырыбында пайымдамалық мәтін жазу. Яғни Шоқанның Шоқан болып қалыптасуына ықпал еткен негізгі адамдардың бірі әжесі Айғаным. Айғаным арқылы Шоқан бірнеше тілдерді меңгергендігін, ұлттық білімді, ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп өсіргендігі бізге белгілі. Сол үшін осындай тапсырма беріп отырмын сіздерге, балалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.